Ең ауқымды домбыра дәрісі Гиннес рекордтар кітабына енді. Қайырлы күн арнамыздың тұрақты көрермені. Былтыр Астанадағы физика-математика бағытындағы зияткерлік мектебінде ұлттық құндылықты ұлықтаған кең ауқымды домбыра дәрісі өткен еді. 2022 жылдың мамыр айында оқу жылын аяқтаған аталмыш ең ауқымды домбыра сабағы әлем назарын аударды. Назарбаев зияткерлік мектебінің хабарлауынша, онлайн рекордты тіркеу туралы ақпарат Гиннес рекордтар кітабының ресми сайтында жарияланды. Нестегі домбыра сабағы бір мектептің 1000-ға жуық оқушысы ұлттық музыкалық аспапты жетік меңгеріп, бірге күй орындаған әлемдегі тұңғыш оқиға. Ең ауқымды домбыра сабағына қосымша білім беру педагогы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Айтжан Тоқтаған дирижерлік етті. Зияткерлердің орындауында Сарыарқа, Балбырауын, Еркемай, Кеңес, Жастар биі сынды атақты күйлер күмбірлеп, туындылардың шығу тарихы баяндалды. Гиннес рекордтар кітабының талаптары бойынша ауқымды сабақты 25-тен астам стюард пен 2 куәгер қадағалады. Тәуелсіз стюардтар 50 қатысушыдан жиналған белгілі бір топты бақылады. Куәгерлер ГОА-дың сенімді өкілі ретінде қызмет атқарып, рекордтың орнауы мен кітаптың барлық критерийінің толық сақталуын қамтамасыз етті. Guinness World Records ережелеріне сәйкес ауқымды сабақ басталар алдында барлық қатысушы 2 тіркеу пунктінен өтті. Біріншісі жеке бейдждерін сканерледі және кандидат маркер бағдарламасы арқылы аймаққа кірді. Екінші кезекші қатысушылардың механикалық есебін жүргізді.